Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 5-ші сабақ дәрігерлік кеңес. Совет врачам. Консультация врачам. Жаңа сөздер. Новые слова. Напиши в словарь и выучи. Кеңес беру. Давать совет. Тіс дәрігері. Стоматолог. Көз дәрігері. Окулист. Тексеру. Проверка. Бірінші тапсырма. Оқы, сұраққа жауап бер. Прочитай и ответь на вопрос. Мен бүгін емханаға келдім. Я сегодня пришла в больницу. Отбасы дәрігері бізді жыл сайын тексереді. Каждый год нас проверяет семейный врач. Дәрігер менің жүрегімді тыңдады. Врач послушал мое сердце. Дәрумен іш деп кеңес берді. Пей витамины, посоветовал он. Тіс дәрігері менің тісімді тексерді. Тісіңді таза ұста деді. Глазной врач, окулист, проверил мои глаза. Он посоветовал не сидеть долго перед компьютером. Менің тісім таза, көзім жақсы көреді. У меня чистые зубы и хорошее зрение. Дәрігер, сенің денсаулығың жақсы, жарайсың деді. Врач сказал, что у меня хорошее здоровье, что я молодец. Дәрігер қандай кеңес берді? Какой совет дал врач? Например, мысалы, дәрігер тісіңді таза ұста деді. Екінші тапсырма. Тыңда, сұраққа жауап бер. Послушай и ответь на вопрос. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қай жерің ауырады? Ішім ауырады. Дәрі іштің бе? Жоқ. Мен дәрі-дәрумен берейін, іш. Рахмет, сау болыңыз. Үшінші тапсырма. Суреттерге қара, сөйлемдерді толықтырып жаз. Посмотри на картинки и дополни предложение. Мысалы, менің тісім ауырады. И так далее. Дальше продолжайте самостоятельно. Төртінші тапсырма. Үлгіге қарап, досыңа тілек айт. Посмотрите на пример и составьте свои предложения. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал и поставь лайк. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.